Қайырлы күн, ассалаумағалейкум баршаға. Қалайсыздар, аман орындыңыздар ма? Так, бізде ГАЗ-53 автокөлігі, тормозной система. Бізде колодка қысып қалып, машина ауыр жүреді. Соны бүгін ашып қарап атқанбыз. Артқа рабочий тормозный цилиндр іші дейтін боқтықтан бітіп қойған. Мынау ішінден шығып атқан мына боқтықтың бәрі сол ішінен шығып жатыр. Мынаның іші мынау. Енді бұның ішінен мына поршындардың ескісі келмейді. Мынандай сырттарының бәрі боқтық. Осыларды тазалап жаңада мынша тауып келдік. Ремкомплект. Сальник. Надо ремонтный комплектный. Рабочий тормозный цилиндр дейді ГАЗ-53 задний. Осындай нелер бар. Енді сіздерде осындай болып жатса, ананың іші боқтықпен бітіп қалыпты. Ол боқтық қайдан келген ласса екенін білмеймін. Іштен неден келетін бөр енді. Рабочий цилиндрден бе, әлде ішінен бұрыннан қалып жатқан боқтық па, білмеймін қай жақтан келген боқтық. Или мына бер жағынан мына пыльник ашылып, жанында осы пыльник ашылып, мына боқтық ішінде тормозный ұнтақтың бәрі, колодканың ұнтағының бәрі, боқтықтың бәрі осыдан кіретін сияқты. Сосын бітіп қалған сияқты. Енді осыны тазалап жүрсеңіздер, ішін ашып айтуым жұмыс жасайтын болады. Соны айтып жіберейін дегенім. Істеріңіз оңай болсын. Баршаңызға сәттілік.